Сәлем достар, сіздермен бірге мен, Мадина. Дәрісіз емнің бір түрі, кешкі астан кейін бір сәт теледидар қарап, кино көретін әдетіміз көпшілігімізде бар ғой. Сондай сәтте мен табанды уқалауды әдетке айналдырдым. Яғни, теледидар қарап отырып, аяқты тобықтан төмен қарай белгілі тәртіп бойынша уқалап, тиісті нүктелерін басып отырамын. Пайдасы өте көп. Аяқ табандарында бүкіл ағзаның дұрыс жұмыс жасауына жауап беретін негізгі нүктелер орналасқан. Түсінгенім, табанды уқалау бүкіл ағзадағы қан айналымын жақсартады, шаршағанды басады, жүйкені тыныштандырады. Әйтеуір 5-10 минуттық массаж менің күні бойғы шаршағанымды әп-сәтте басады. Егер бас жиі ауыратын болса, аяқтың ұштарын уқалаңыз. Солай ми қызметін де жақсартуға болады. Мойын омыртқасы тартылып, желкесі құрысатындар көп қой. Олар үлкен бақайдың айналасын жарты сағаттай уқалап тұрса, соған тікелей әсер ететін рефлекстік нүкте арқылы жағдайды жеңілдете алады. Өкпе ауруымен күресу үшін табанның оң жағын уқалау керек екенін деп жазады Ауырмаңыз газеті. Осылай, бронхит кезінде патологиялық жағдайды жеңілдетіп, ентігуді басуға болады. Жүректері ауыратын адамдар үлкен бақайды аздап төменгі жағынан 30-40 минут уқалап тұрған дұрыс. Табандағы дөңес бар. Соның ішкі жағын уқаласаңыз, бауырға түскен күш азайып, оның жұмысы жақсаруына көмек бересіз. Өкшені де уқалаңыз, сонда беліңіздің ауырғаны басылады. Ең дұрысы, кешкі тынығу уақытында табанды жоғарыда айтқан тәсілмен уқалауды әдет ету. Мен өзім осылай жасаймын. Сізге де солай етуге кеңес беремін. Бұл дәрісіз емнің тағы бір түрі. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.